Келесі тригонометриялық теңдеуді шешу үшін алмастыру тәсілін қолданамыз. Алмастыру тәсілі деген сөз жаңа айнымалы ингістеп болады, немесе алмастыру тәсілімен шығарады екенбіз ғой. Кеттік, ары қарай. Берілген теңдеу қайтадан сұрақ қояйын, біртекті ма? Жоқ. Біртекті емес, біртекті емес. Біртектіге келтіреді екенбіз. Осы жерде қайсысын келтірсек болады? Синус квадрат x-ті ашсақ болады, яғни формула арқылы синус квадрат x-ті ашамыз. Ол деген сөз не? Біраз айтылған косинус квадрат x. 6 синус квадрат x-тің орнына біраз айтылған косинус квадрат x жаза аламын. Қосылған 5 косинус x мүшелі. Дұрыс па? Енді ашамын, мүшелеп көбейтемін. 6 азайтылған 6 косинус квадрат x қосылған 5 косинус x. Ұқсас мүшелерді естеймін, біріктіреді екен. Ал минус 6 косинус квадрат x қосылған 5 косинус x минус 7 плюс 6 ал өзімізге таныс квадрат үш мүшеге келді. Квадрат үш мүшеге. Енді не істейміз? Жаңа айнымалы еңістек болады. Дискриминант таба салсақ болады. Сонда косинус x-ті не деп белгілесек болады? Минус 6 квадрат плюс 5-ті азайту 1. Келді ма өзіміз квадрат үш мүшемізге? Дискриминант табатын? Дискриминант тапсақ болады. Дискриминант. Себебі мына плюс болып кетеді, бәрібір не сақталады, минус сақталады екенсі. Сонда бір ма? Кеттік. Т1-ті 2. Минус 5. Астында 12, минус 12. Ал минус 6, 12-ден 1, 12-ден 6, 2-ден 1 болады. Келесі 4, қанша болады? 4, 3-ден 1. Қандай 3-ден 1? Плюс қой минус 3-ден 1. Еш қайсысы бірден асып кеткен жоқ, минус бірден де асып кеткен жоқ. Демек апарып қойсақ, қандай да бір сан шығатыны анық. Демек мына қарап кетіп қоямын. Косинус x тең 2-ден 1, және косинус x тең 3-ден 1. 3-ден 1 кестеде бар ма? Жоқ. Сондықтан ол ненің астында қалады? Ат косинус яғни өзінің керіс функциясының астында қалады екен. 2-ден 1 плюс минус 7 шешімінде косинус. Ал пи бөлінген 3. Периодға жайында 2. Ал мұнда плюс минус кестеде жоқ болғандықтан өзінің кері функциясының астында қалдырады екен, дұрыс па? Периоды 2. Берген теңдеудің шешімі плюс минус пи бөлінген 3 және плюс минус косинус 3-ден 1 қосылған 2. Қанша жауап шықты плюс минусын қосқанда? 4 жауап шыққан екен. Бұл не істедік бұл есепте? Алмастыру тәсілі арқылы және екі тәсіл қолдандық қой, алмастыру тәсілі және соны не дейміз? Жаңа айнымалы еңістік. Екі тәсіл қолдандық. Ары қарай тригонометриялық теңдеуді шештік.